Dostlar bugün tekemden жаңа үйіндемін достар қараңыздар. Сәлем достар. Бүгінгі видеода мен Назерке, яғни Назерке блогер арнасы. Достар бүгін tekemden жаңа үйіндемін достар қараңыздар. Қазір ақтап жатыр. Қазір көрсетемін. Вот неге кең айтсаңыздаршы, неге кең мынау үй дейтін. Мына үй бізде не болады екен, көп не болады екен. Ал мына үйде тамақ жасайды екен. Тамақ жасайды, ал ана үй бізде уже ванна ма? Общем сондай үй мына жақ кіре беріс жеріс бізде, яғни сыртқа шығып кіріп вот үй, одан кейін бізде қараңыздар. Ай, күшті. Бірақ мен білмеймін, енді бір не болған сияқты. Қазір свет жағайық. Қараңдар, күшті да. Ұнады, менің өзі ұнады. Қазір бізде, оказывается, жеңгеммен көкемнің комнатасы екен. Қараңыздар. Кәдімгідей кең жасалынған. Енді мына үйдің, в общем, ұйықтайды ғой, енді иісі бошты. Сындап жатырмын иіске. Мына жерді айтпады білмеймін. Мына в общем, қонақ үй. Қонақ үй қараңыздар, кең. Екі терезе. Бірақ мына жақ енді кішкене қысқа екен. Бұл бізде дәнекенің үйі екен. Ол үйе деген ше бар емес екен. Вот, это я. Ал мынау кофейный бөлмесі екен. В общем, жеті бөлме негізі ше. Бірақ мен кіреберіс жерді толыққанда айтқан жоқпын, қазір айтамын. Прикиньте, екі тоқта әрбір жерде күшті. 50 мыңға мысалы закуп жасадыңыз, 50 мыңға зараб. Декор десеңіз, декорды шығарып ала бересіз ғой. Пайлон жасауы бар да. Мына жер аяқ киіп шешетін жер ғой. Мынау сол баяғы кірпішхананың есігі. И мынау бізде не ғой, короче, кіреберіс жеріс. Мен бағана айттым ғой. Ал мынау баяғы сол ванна, холл. Вот. В общем, кәдімгі ремонт болып отыр. Мына жер холл. Тамақ жасайтын жер. Я, қазір есіктердің бәрін аққа, в общем, осындай светке ақтап жатыр. Пештерің бар. Мама, папаңның үйі. Оймай. Достар. Ана, лесош, краски лесош, ашам деп. Қараңыз. Мынау аяқ киіп шешетін жер. Баспалдақтарың бар. И осылай дала, короче, аяқ. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Назерке. Сау саламатта болыңыздар.